Сәлем достар. Біз бүгін еліміздегі ең бай топ 10 блогерді айтамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын, өткен видеода өте қызу талқыланған тақырыпқа, яғни кейбір қазақ қыздарының шетелдік брендтерге еріп, шеттен шығып жатқан контенті туралы айтқан болатынбыз. Сол видеоның астында өте көп әрі қызықты пікірлер қалдырылыпты. Енді солардың ішіндегі ең үздік пікірлерге тоқталып өтсек. Бірінші пікір. Өте дұрыс қозғап отырсыз, қарындас. Бұл тақырыптың шешімі бар. Шешім барлық TikTok, Instagram, Facebook'ты жабу керек. Қазақ еліне керек емес. Сонда еліктеу, өзін көрсету бәрі тоқтайды. Хабарласуға болса, WhatsApp пен YouTube жетеді. Менің ұсынысым осы. Қолға алу керек бұл мәселені. Екінші пікір. Адамзат баласының ең тойымсыз, қанағатсыз нәрсесі құлқын мен нәпсі. Құлқын алтын көрсе періште жолдан таяды. Сондықтан жемқорлық ешқашан тоқтамайды. Ал нәпсі қозғанда адам тек соны қанағаттандыруды ойлайды. Сол үшін тәрбие, ұстаным маңызды. Үшінші пікір. Өте маңызды мәселе. Білмеймін қалай қайтаруын. Әбден сүйетте өтіп кетті. Өте кеш қалдық. Осыдан 25-тен 30-ға дейін жыл бұрын тоқтату керек еді. Билік жол ашып берді ғой барлық жамандыққа. Осындай ойландыратын пікірлеріңіз үшін үлкен рахмет. Сіз де осы видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі видеоларда ең үздік пікірлерді осылай жариялап отырамыз. Ал енді кеттік. 10-шы орында. Чека Фэтбелли. Бұл блогерді көбісі тамақ контент арқылы жақсы таниды. Қарапайым фастфуд шоуларынан бастап, ол біртіндеп үлкен аудитория жинай алды. Оның видеоларының басты ерекшелігі қарапайымдылық пен шынайылық. Күрделі сценарий жоқ, бірақ көрерменге қызық. Сол себепті оның әр видеосы мыңдаған емес, миллиондаған қаралым жинайды. Бірақ ең қызығы, табысы тек қаралымнан келмейді. Чека Фэтбелли бүгінде жеке брендке айналып үлгерді. Ол түрлі жарнамаларға түседі, тамақ бизнесімен байланысты жобаларға қатысады. Яғни, блогингті жай хобби емес, нақты табыс көзіне айналдырған. Қазір көптеген жас блогерлер дәл осындай жолмен. Қарапайым контенттен бастап, үлкен бизнеске дейін өсуді армандайды. Сол себепті де Чека Фэтбелли Қазақстандағы ең табысты блогерлердің топ 10 қатарына кіреді. Ал сен оның видеоларын көріп жүрсің бе? Пікірге жаз. 9-шы орында. Ерболат Жанабылов және Эльмира Төлегенова. Бұл жұпты көбісі семейный контент арқылы жақсы таниды. Олар күнделікті өмірін, отбасы ішіндегі қызықты сәттерді бөлісіп, үлкен аудитория жинай алды. Негізі, соңғы жылдары дәл осындай жұптық блогинг өте қатты дамып жатыр. Себебі адамдарға шынайы өмір, эмоция, отбасы атмосферасы қызық. Жанабылов пен Эльмира да дәл осы бағытты дұрыс пайдаланып, өз аудиториясын қалыптастырды. Олардың видеолары қарапайым болғанымен көрерменге жақын. Ал табыс жағына келсек, олар тек контент түсіріп қана қоймайды. Түрлі жарнамалар, интеграциялар, брендтермен жұмыс, бәрі бар. Яғни, олар да блогингті толыққанды табыс көзіне айналдырған. Қазір көптеген жас жұптар дәл осындай форматта блог бастағысы келеді. Бірақ бәріне бірдей мұндай аудитория жинау оңай емес. Сол себепті бұл жұп Қазақстандағы ең табысты блогерлердің бірі ретінде 9-шы орынға жайғасты. Ал сен семейный контент көргенді ұнатасың ба? Пікірге жаз. 7-ші орында Дарикорн мен Дархан. Бұл жұпта әлеуметтік желіде бірге контент жасап танылған блогерлердің қатарында. Олардың видеолары көбіне көңілді, жеңіл және күнделікті өмірге жақытта болады. Көп жағдайда жұптар арасындағы ситуациялар, әзілдер, тренд видеолар бәрі аудиторияға жақсы өтеді. Сол үшін де олардың контенті тез таралып, көп қаралым жинайды. Дарикорн мен Дарханның басты артықшылығы олар трендті дер кезінде ұстап, өз стилімен жеткізе алады. Бұл блогингте өте маңызды. Ал табыс жағына келсек, олар да түрлі жарнамалармен, интеграциялармен жұмыс істейді. Әсіресе TikTok пен Instagramда белсенді. Яғни, жай ғана видео түсіріп қоймай, оны нақты табыс көзіне айналдырып отыр. Қазіргі таңда дәл осындай жұптық контент Қазақстанда өте сұраныста. Бірақ бәрі бірдей, мұндай деңгейге жете бермейді. Сол себепті Дарикорн мен Дархан 7-ші орынға жайғасты. Ал сен олардың видеоларын көріп жүрсің бе? Қалай қарайсың? Пікірге жаз. 6-шы орында Мадлен. Бұл есім Қазақстандағы фэшн блогин десе бірден еске түседі.
Мадлен тек блогер емес, ол толыққанды стиль иконасына айналған тұлға. Оның контенті көбіне сән, образ, люкс өмір салтына бағытталған. Әсіресе қыз-келіншектер арасында өте танымал. Madlenның ерекшелігі ол тек жергілікті емес, халықаралық брендтермен де жұмыс істейді. Бұл оның деңгейінің қаншалықты жоғары екенін көрсетеді. Әлеуметтік желіде ол тек киім көрсетіп қана қоймайды, жалпы өмір, стилін сатады десек те болады. Ал мұндай контент әрқашан сұраныста. Сол себепті оның жарнамалық келісімшарттары да арзан емес. Бір посттың өзі үлкен табыс әкелуі мүмкін. Яғни блогингті жоғары деңгейдегі бизнеске айналдырған блогерлердің бірі. Сондықтан да Мадлен Қазақстандағы ең табысты блогерлердің қатарында 6-шы орынға лайық. Ал сен мұндай лакшери контентті қалай қабылдайсың? Пікірге жаз. 5-ші орында Нұрлан Батыров. Бұл блогерді көбісі мотивациялық контент арқылы таниды. Ол тек видео түсіріп қана қоймай, адамдарға ой салып, әрекетке шақыратын контент жасайды. Нұрланның басты бағыты білім, даму және ақша табу жолдары. Оның аудиториясы да жай ғана көрермен емес, өз өмірін өзгерткісі келетін адамдар. Сол себепті оның контенті тек қаралым үшін емес, нақты пайда үшін қаралады. Ал табыс көзіне келсек, бұл жерде тек жарнама ғана емес. Онлайн курстар, тренингтер, жеке жобалар бәрі бар. Яғни ол блогингті біліммен біріктіріп, одан үлкен бизнес құралған. Қазіргі таңда дәл осындай пайдалы контент форматы өте тез өсіп жатыр. Бірақ сенім қалыптастыру ең қиын нәрсе. Ал Нұрлан Батыров сол сенімді қалыптастыра алған блогерлердің бірі. Сол себепті ол Қазақстандағы ең табысты блогерлердің топ 5 қатарына кіреді. Ал сен мотивациялық контент қарайсың ба? Пайдасы бар ма? Пікірге жаз. 4-ші орында Аи Абдиляева. Инстаграмда ат белгісі Аи астын сызу official атымен танымал бұл блогер соңғы жылдары өте жылдам танылып, үлкен аудитория жинай алды. Оның контенті лайфстайл, қарым-қатынас, күнделікті өмір және тренд видеолар. Әсіресе жастар арасында өте танымал. Аидің басты ерекшелігі ол трендті тез ұстап, оны өз стилімен жеткізе алады. Сол себепті оның видеолары жиі вайрал болып, миллиондаған қаралым жинайды. Сонымен қатар оның жеке өмірі де аудитория үшін қызық. Бұл да блогер ретінде оның танымалдылығын арттырады. Ал табысқа келсек, ол түрлі жарнамалар, брендтермен келісімдер арқылы қомақты ақша табады. Яғни қазіргі заманға толыққанды инфлюенсер ретінде қалыптасқан. Сол себепті Аи Абдиляева Қазақстандағы ең табысты блогерлердің қатарында 4-ші орынға лайық. Ал сен оны Инстаграмнан көріп жүрсің бе? Қалай қарайсың? Пікірге жаз. Ал енді достар, топ 3-ті бастап тұрған блогер. 3-ші орында Нұрдайлет. Көпшілік оны «нет ничего невозможного» деген ұранымен жақсы таниды. Бұл блогер мотивация беріп қана қоймай, адамдардың ойлау жүйесін өзгертуге тырысады. Оның видеолары жай ғана сөз емес, нақты әрекетке шақыру. Сол үшін де аудиториясы өте белсенді және сенімді. Нұрдайлеттің басты ерекшелігі ол адамдарға ақша табу, даму, өз-өзіңді өзгерту туралы айтады. Қазіргі заманда бұл тақырып өте актуалды. Ал табыс көзі тек қаралым емес. Онлайн курстар, оқыту бағдарламалары, түрлі жобалар бәрі бар. Яғни ол блогингті инфобизнеске айналдырып, үлкен табысқа жеткен. Көп адам мотивация береді, бірақ бәрі бірдей сенімге кіре алмайды. Ал бұл блогер сол сенімді қалыптастыра алған. Сол себепті ол Қазақстандағы ең табысты блогерлердің топ 3 қатарын бастап тұр. Ал сен оның видеоларын көрердің бе? Пайдасы болды ма? Пікірге жаз. Ал енді топ 3-тің келесі қатысушысы. 2-ші орында Динара Сәтжан. Бұл есім Қазақстандағы ең ықпалды әйел блогерлердің бірі ретінде бұрыннан белгілі. Ол тек блогер емес, сонымен қатар медиа тұлға, жүргізуші және ірі брендтердің серіктесі. Динараның контенті көбіне люкс өмір салты, бизнес, өзін дамыту тақырыптарына бағытталған. Оның аудиториясы да сәйкес, сапалы, төлем қабілеті жоғары көрермендер. Сол себепті оның парақшасындағы жарнамалар да арзан емес. Көптеген ірі брендтер дәл осындай аудитория үшін Динарамен жұмыс істеуді таңдайды. Оның басты ерекшелігі сенімділік пен статус. Ол өзін жай блогер емес, бренд ретінде қалыптастырған. Яғни, ол блогингті элиталық деңгейге көтерген десек те болады.
Сол себепті Динара Сәтжан Қазақстандағы ең табысты блогерлердің қатарында екінші орынды иеленіп отыр. Ал сен осындай лакшери контентті қалай қабылдайсың? Пікірге жаз. Ал енді бас жүлдені иеленіп тұрған табысы ең көп блогер. Бірінші орында Кати Тати. Бұл блогерді Қазақстанда танымайтын адам аз шығар. Оның юморға толы вайындары миллиондаған қаралым жинап, халықтың сүйікті контентіне айналды. Кати Татидің басты ерекшелігі қарапайым, бірақ дәл тигізетін юмор. Ол күнделікті өмірдегі жағдайларды күлкілі етіп көрсетіп, кез келген адамға жақын контент жасайды. Сол үшін де оның аудиториясы өте кең. Жастар да, үлкендер де көреді. Ал табыс жағына келсек, бұл жерде тек қаралым ғана емес. Жарнамалар, түрлі жобалар, коллаборациялар бәрі бар. Оның әрбір жарнамасы үлкен аудиторияға жетеді. Ал бұл дегеніміз үлкен ақша. Яғни, ол блогингті толыққанды бизнеске айналдырып, Қазақстандағы ең табысты блогерлердің біріне айналған. Сол себепті де Кати Тати біздің топ 10 тізімімізде бірінші орынды иеленіп отыр. Ал сен оның видеоларын көріп жүрсің бе? Қалай бағалайсың? Пікірге жаз. Міне достар, Қазақстандағы ең бай топ 10 блогерлер тізімі осындай. Әр қайсысы өз бағытын тауып, қарапайым контенттен бастап үлкен табысқа дейін жеткен. Бірі юмормен, бірі мотивациямен. Енді бірі өмір салтын көрсетіп, өз аудиториясын жинай алды. Бұл тізіммен келсесің бе? Әлде сенің ойыңша басқа блогерлерде кіру керек пе? Пікірге міндетті түрде жаз. Сенің ойың біз үшін маңызды. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал келесі видеода сендердің ең үздік пікірлеріңді оқып жариялаймыз. Келесі кездескенше.